Ассалаумағалейкум құрметті достар, біз бүгіннен бастап YouTube каналымызды қайтадан қолға алдық. Қуанды ақша деген бағдарламаны жалғастырамыз. Себебі көптеген көрермендер сұрап жатыр, комментарийға жазып жатыр, жалғастырыңыздаршы деп. Енді оны бүгін мен басқарамын, мен жүргіземін. Менің есімім Қайрат. Біз сайранға келдік. Біздің ойын шартымызды білесіздер, қуанды ақшада. Біз сұрақ қоямыз. Дұрыс сұраққа 1000 теңгеден. Яғни 5 сұраққа 5000 теңге. Енді біз сұраққа жауап беретін адамды іздейік. Ал, келдік біз, Құдай қаласа, мінекей мына жақта бір екі жігіт отыр екен. Сұрақтарымыз қойып берейік. Келсе. Ассалаумағалейкум жігіттер. Қалайсыздар? Қыдырып жүрсіздер ма? Қай жердікі боласыздар? Алматы. Алматы? Иә. Сіз? Тараздан. Тараздан? Керемет. Біздің YouTube каналымызда бұрын бағдарлама болатын, Қуандық ағам жүргізетін. Қуандық ақша деген сұрақ қояды, әр сұраққа жауап бергенге ақша беретін. Енді бүгіннен бастап мен жүргізем. Мен қазір сұрақ қоямын сіздерге. Дұрыс жауап берген сұраққа 1000 теңгеден беремін. Ойнайсыздар ма, келісесіздер ма? Иә. Ал, онда мен сіздерге ондай бір туған күні, қай жылы деген сұрақтар қоймаймын, оңай логикалық сұрақ. Е? Кімнен бастайық? Сізге, е? Есіміңіз кім болады? Әділет. Әділет. Алматыдан, е? Бірінші сұрағымыз. Сіз ұшақта отырсыз. Алдыңызда жылқы, артыңызда ракета. Сіз қайда отырсыз? Оңай ғой. Ұшақта отырсыз. Алдыңызда сиыр дедім ба? Жылқы. Жылқы. Артыңызда ракета. 1000 теңге берем. Просто так бере салам. Ол карусель ғой. Алдыңызда жылқы, артыңызда ракета, өзіңіз ұшақта. Карусель де солай ғой. Жарайды. Екінші сұрақ. Екінші сұраққа жауап берсеңіз 1000 теңге бере салам. Екінші сұрақ. Бір көз, бір мүйіз сығалап тұр. Не ол? Сиыр. Дұрыс, сиыр. Сығалап тұрған сиыр. Бір мүйіз бен бір көз. Жақсы. Келесі сұрақ. Келесі сұраққа жауап бересіз ба? Иә. Е? Қазақстанда ашаршылық қай жылы болды? Ұмытып қалдым, нақты есімде жоқ. Тарихта өткен тоғымыз негізі. Өткенсіңдер, е? Мен бұны білу керек, бәрі Қазақстан білу керек қой, Қазақстан тұратындар ашаршылық. Примерно 1970 жылдары. Ой, бәлә. Уақыттарыңыз бітті аға тағы. 60 жылдары походу. Ой, бәлә. Шығатын жағы аяқпын. Жарайды, 1922 жылы болды. 1000 теңгеңіз бар дейік, е? 1000 теңге бар. Үшінші сұрақ, төртінші сұраққа келдік па? Үшке ма? Төртке келдік. Енді бір сұрақ қоям, 2000 теңге болады. Сонымен біз сау бол деп айтамыз, е? Кеттік. Жас бойдағы жігіт пен кәрі бойдағы жігіттің айырмашылығы неде? Әйелінің бар жоғында. Жоқ, екеуі де бойдақ қой. Айырмашылықтар неде? Айырмашылықтар жастарында. Жоқ, жастарында емес. Оп, оңай сұрақ. Өзім айтайын ба? Өз айтады. Білмеймін. Дос көмектессін. Айырмашылығы. Өздерің бойдақсыңдар ма? Бойдақсың. Қызың бар ма? Жоқ. Жоқ. Оны сен білу керексіңдер ғой, сендер жассыңдар, жас бойдақсыңдар. Сендерге қыз не үшін керек? Үйлену үшін. Иә, үйлену. Үйлену үшін, дұрыс, е? Біріншісіне жауап бердік. Ал кәрі бойдаққа қыз не үшін керек? Кәрі бойдаққа бала. Не? Кәрі бойдаққа оған да үйлену үшін ғой?
кәрі бойдаққа үй жинап тамақ пісірушін. иә. Тамақ пісірушін. Жарайды, келістік. Екі сұраққа жауап бердіңдер, менің көмегіммен. 2000 теңге аударып берем. Келістік па? Маған сұрақ қоймайсыз ба? Саған да сұрақ қояйын ба? Ойнайсың ба? Келістік. Маған 2000 теңге да? Жоқ па, 1000 теңге. Екінші жеке болды ғой. Ал, келесі сұрақ қараңдар. Әдем бір сұрақ тауып алайын. Ал. Есім кім дедің? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан. Тараз қаласынан, е? Тараз қаласынан. Нұрсұлтанға Тараз қаласынан бір сұрақ. Шамды. Шам деген білесің ғой? Свет, иә. Свет. Шамды өшіру үшін қандай программист керек? Шамды өшіру үшін айтишник. Жоқ, қол ғой кәдімгі. Не, включатель, выключатель. Программист керек па, керек емес па? Жоқ, қол керек просто өшіру үшін. Дұрыс. Программист керек емес. Ал, Нұрсұлтанға екінші сұрақ. Қыздарға қатты ұнайды. Ұзындығы 15 см, ені 7 см. Не ол? Қыздарға қатты ұнайды. Ұзындығы 15 см, ені 7 см. Не ма? Жоқ. Мен қыздарға ұзындығы мен жуандығы ұнайды ғой. 17? 17, иә. 15 см. Ұзындығы 15 см, ені 7 см. Досынан сұрап көресің ба? Досым білмейді сияқты. Досынан сұрап көресің ба? Досынан сұрап көрсе ақылдасып. iPhone 15 см ма? Или 7 см ма ені? Қазір айтам 1 минут, ә? 1000 теңге бар. 2000 теңге. Не болуы мүмкін? Өзім айтайын ба? Подсказка жоқ па? Кішкене. Жоқ, айтып тұрмын подсказка. 15 см, ені 7 см. Подарок дейсің? Не? 15 см онда үлкен емес. $100. $100 несі ма? Иә. $100 любой қызға ұнайды ғой. Ақша берсең болды, ә? Басқа нәрсе кетті ғой. Ал, тағы да бір сұрақ. 2011 жылы елімізде не болды? 2011? Иә. Азияда? Не, Олимпиада. Бүгін кеше 2 январда қайтадан қайталанды. 2 январда? Кеше қайталанды, 2011 жылы басы басталған. Жаңа өзенде не болды? Не болды? Көтеріліс. Типа сондай сияқты. Сондай сияқты. Не үшін болып жатыр қазір? Мұнай несі, бензин, газ дегендер қымбаттап жатыр сондықтан. Сондықтан дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс шығар. Өйткені барлық нәрсе қымбаттап кетті, сол себепті болған шығар. Жақсы. Нұрсұлтан және Әділет. Екеуіңе Каспийларың қазір ақша аударам. Номерларыңызды айтыңыздар, мен аударам, ә? Тағы бір сұрақ. Ал. Біз ары қарай сұрағымыз жалғастырамыз. Енді тағы бір кейіпкеріміз тауып, сол кісіге ақша берсек екен деп. Бір апамыз келе жатыр екен, қараңдар. Салон сапай. Қалыңыз қалай? Жаңа жылыңызбен. Бірге болсын. Қай жерде тұрасыз? Алматы қаласында тұрасыз? Осында тұрасыз. Есіміңіз кім болады?
Қаламқа Сапай болады. Қаламқа Сапай, қуаныштымын. Мен есімім Қайрат болады. Біздің YouTube арнамызда бұрын қуандық ақша деген бағдарлама болатын. Сұрақ қоямыз, сол сұраққа жауап берген адамға ақша береміз. Енді бүгіннен бастап мен жүргізіп жатырмын. Әр сұраққа 1000 теңгеден жаңағы біздің ойыншыларға беріп жатырмыз. Сізге бір 2 сұрақ қойын, жауап берсеңіз ақшаңызды берейік. Көрейік. Келістік па? Келгенше. Ал, онда қараңыз. Бірінші сұрақ. Қазақтың ұлттық ойындары. Қазақтың ұлттық ойындары ол 9 құмалақ. Содан кейін ана спорт жағынан айтайын ба? Бәрін айтыңыз. Енді қазақша күрес бар. Сосын Қамажай би бар. Өзі әніміз бар. Ән деген қобызбен Көк бар, қызғу. Көк бар, қызғу деген ондай ол ата заманнан болған өзі қазақтың дәстүрі ондай. Наурыз неміз бар. Жаңағы тойлайтын мерекеміз. Сондай деген көп енді ойланып қарасақ. Жейтінде тамағымыз, көжеміз бар, беш бармағымыз бар, бауырсағымыз бар дегендей ондай недер толып отыр, айта берсек. Жент деген майда, қаймақта, қымызда бәрі қазақтікі. Дұрыс. Жарайды, бұл сұраққа жауап берді деп есептейік онда сізді. Ал екінші сұрақ. Сіз неде отырсыз? Самолетте отырсыз. Алдыңызда жылқы, артыңызда ракета. Сіз қайда отырсыз? Алдымында жылқы, артымызда ракета. Өзіңіз самолетте отырсыз? Өзім самолетте отырмын. Енді сонда қандай үшеуін біреуін талғап айту керек пе? Сіз қайда отырсыз? Мен самолетте отырмын деп айтып, өзіңіз айтып отырсыз ғой. Мен вообще жылқыны таңдаймын. Сіз качеледе отырсыз? Бұл деген енді логикалық сұрақ. Логикалық сұрақ. Жарайды. Бір 2 мақал айтсаңыз. Білімсіз біліммен шамшырақ дейді. Білімсіз енді түнек деп айтады. Сосын енді қандай тағы недер бар. Бір оңай бір 2 мақал айтыңыз, жастарға сабақ болатындай. Жастарға сабақ болатындай енді жастарға мен мақалмен емес, мақал-мәтелмен емес, жастарға жұмыс болсын деймін. Бірақ енді кредитсіз өмір тоже болмайды. Кредит алмаңдар, жастарға жұмыс болсын, дендері сау болсын. YouTube'қа мына неге қарай айтсам, керектісіне ғана отырып, жастарды мына неге көп мына неге айтады ғой, компьютерға отырғызбау керек. Білім керек бәріне. Білім керек, е? Білім керек деп ойлаймын. Ал апай, онда мен сізге қазір 2000 теңге аударайын, Каспийіңіз бар ма? Жоқ, Каспийге керек жоқ маған. 2000 теңге былай бере салайын ба? Бере сал. Бергім келсе. Жақсы. Былай беремін онда, Апай, міне мен сізге денсаулығыңыз жақсы болсын деп құрма алдым. Үйде шай мен құрма жеңіз, Рахмет. Ұтып алған 2000 теңгеңіз. Қызық екен мен. Несі қызық? Осында балалар жүріп естіп айтып жатқанына бір жағынан шын, бір жағынан өтірік. Енді халқыма айтарым бір сауал бар. Қазақтың пенсионер апайларына, өзіміздің аталарымызға, жастарды тәрбиелейміз десек, біз кішкене қазақ ұлты болуымыз керек. Ауызбіршілік, татулық болу керек. Егемендігімізді, татулығымызды сақтап қалуымыз керек. Сол үшін қазақша сөйлеуіміз керек. Жақсы сөйлеп, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сол үшін жақсы сөйлеп, жақсы адам деген екі кемпір бір-бірімен сөйлескенде қазақша сөйлеу керек. Сол қазаққа айтарым сол. Еліміз аман болсын, заманымыз тиыш болсын. Жастарға айтарым енді жұмыстары болсын. Мемлекетіміз аман болсын. Ел аман, заманымыз тиыш болсын. Ауызбіршілік, татулық болсын. Рахмет. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы болды бәрі. Ал енді құрметті көрермендер, біздің бағдарлама ұнап жатса сіздерге, онда подписацияға басып, уведомление қойып, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Бізде подписчиктер саны көп болса, просмотрымыз көп болса, біз бағдарламамызды одан қарай жалғастыра береміз. Көріңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.